Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 15 қараша елімізде ұлттық валюта күні болғандықтан және теңгенің айналымға енгізілгеніне 30 жыл толуына орай енді айналымға шығатын қолданыстағы купюралардың жаңа нұсқасын сіздерге таныстырмақпын. Ең алдымен сіздерге теңгеміздің тарихы қызықтырса, менің арнамнан төл теңгеміздің шығу тарихы атты видеоны көре аласыздар. Ұлттық банк жаңа купюраларды таныстырды. Қазақстан қаржыгерлерінің 11-ші конгресінде ұлттық банк теңгенің 30 жылдығына орай шығарылған жаңа банкноталар сериясын таныстырды. Ұлттық банктың банкноталар бойынша бас дизайнері Санжар Нұрқасымовтың айтуынша, ол сақ стилі элементтеріне негізделген және көшпенділердің бірегей мәдениетінен бастап бүгінгі Қазақстанға дейінгі ел мұрасын бейнелейді. Монета бейнеленген дизайнда негізгі голографиялық элемент теңгенің Т белгісі қолданылған. Банкнотаның екі жағында да шексіз қозғалыстың символы Мёбиус лентасы бар дейді ол. Банкнотаның алдыңғы бетінде қазақы ою-өрнек пен дәстүрлі стильде безендірілген Қазақстан картасы бейнеленген. Банкнотаның екінші бетінде картадағы Еуразия құрлығының жалпы контуры сызылған. Онда 5 магнитті қорғаныш жіп пен Т белгісі түріндегі спарк элементі бар. Жыл соңына дейін 5.000, 10.000, 2.000, 1.000 теңге, 2025 жылға қарай 500 және 20.000 теңге шығады. Олардың барлығының сақтың ан стиліне негізделген бір ұғым біріктіріледі. Тұжырымдаманы әзірлеуге 1 жыл кетті. Көптеген нұсқасы болды. Оларды ұлттық банк төрағасының қолдауымен мен әзірледім, дейді бас дизайнер Санжар Нұрқасымов. Жаңа банкноталар сериясы дайын болған кезде айналымға енеді. Номиналы 5000 теңгелік жаңа дизайн үлгісіндегі алғашқы банкноталар осы жылдың соңына дейін қолданысқа шығады. Жаңа 500 теңгелік банкнота арқар, 1000 теңгеде тазы мен алабай тұқымды иттер, 2000 теңгеде ақбөкен, 5000 теңгеде қыран, 10.000 теңгеде барыс, 20.000 теңгеде жылқы бейнеленген. Нұрқасымовтың айтуынша бұл купюралар ескі купюраларды толығымен алмастырады. Жаңа дизайндағы банкноталар шығарылғаннан кейін алдыңғы үлгідегі банкноталар айналымнан біртіндеп алына бастайды. Халықаралық тәжірибеге сәйкес банкноталардың дизайны жалған ақша жасауға жол бермеу және оның алдын алу үшін жетілдірілген қорғаныш қабілетін енгізу мақсатында кезең-кезеңімен жаңартылып отырады. Бұл орайда еліміздің мәдени құндылықтары мен тарихын насихаттау маңызды саналады. Жаңа банкноталар төлемінің барлық түрі бойынша Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында номиналды құнына қарай қабылдауға жатады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық банк арқылы банктік шоттарға аударуға, айырбастауға және сақталуға міндетті. Ұлттық банк ескі және жаңа үлгідегі банкноталардың айналымда қатар жүру мерзімін 1 жыл деп белгілейді. Ол қажет болған жағдайда ұзартылуы да мүмкін. Айналымда қатар жүру мерзімі аяқталған соң барлық банктер мен Қазпошта ескі үлгідегі банкноталарды жаңа үлгідегі банкноталарға 3 жыл ішінде, ал ұлттық банктың филиалдары мерзімсіз айырбастай береді. Бұған дейін ұлттық банк номиналы 10.000 теңгелік мерейтойлық банкнотаны айналымға шығаратынын хабарлаған. Ол ұлттық банк валютасының 30 жылдығына орайластырылған. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.